всей души поздравляем вас с Международным женским днем и желаем вам счастья, здоровья, любви и благополучия. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әйелдер қауымы әрдайым отбасының ұйытқысы, береке, бірліктің шырақшысы, адам өміріндегі бақытты сәттердің көбейтушісі деген сөздер әрбір нәзік жандының сипаттамасы іспеттес. Действительно, роль женщины как в семейной, так и в общественной жизни страны просто колоссальна. И с уверенностью можно сказать, что мы будем активно участвовать в развитии нового Казахстана. Құрметті ханымдар, сіздер барлық құрмет пен мақтауға лайықсыздар. Әлемнің жарығын сыйлай алған жан сол әлемді көркейте алады. Аналар аман болсын, арулар аман болсын. Менің анам сәбиге өте қамқор. Жақсы, ақылды, сұлу, әдемі, үлкен, она красивая. Менің анашымның ақшасы көп болсын, ауырмасын, ешқашан. Анашым аман болып жүре берсін, өмірін ұзақ өтсін, сыйлық билет. Анасы мен жақсы көрем, және сені көмектесайым.
сен жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсем, алдымда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Салам өзімді, сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді. Көргенше алаңмын, аңсаймын толғанам, қабыл алма
mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, viver lontano perché, mamma, Solo per te la mia canzone vola. mamma, Sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, sono la canzone mia più bella, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. già la luna mezzo sul mare, mamma mia, si salterà, l'ora bella per danzare che in amor non mancherà. Già la luna mezzo al mare, mamma mia, si salterà, l'ora bella per danzare che in amor non mancherà. Già la luna mezzo al mare, mamma mia, si salterà. E sei danzo, tondo, mia vedete qua, una son veluegia quando a Gesù togherà, finché il ciel brilla una stella e la luna splendera, e il più bel con la più bella tutta notte danzerà. Mamma mia, Già la luna è mezzo al mare, mamma mia, si salterà, frinchia, 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 mamma mia, si salterà. Frinchia, 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 mamma mia, si salterà. Браво! Қошеметтеріңіз өнерпаздарға. Ғажап. Әйел затының бойында шоғырланған қасиеттерге таңдай қақпасқа болмайды. Бірде олар ұялшағару, бірде қамқор ана, бірде адал жар, ал бірде кәсіби маман. Ел іргесіне қауіп төнсе, батыр жауынгер де, батыл қызметкер де бола алады. Зарина, Тумар, Бопай, Әлия, Мәншүк, Хиуаз есімдері соның бір дәлелі. Ел президенті еселі еңбегімен және ерен ерлігімен танылған әйелдердің есімдері тарих жылнамасына мәңгілікке жазылып, жадымызда сақталады деген сөзі қадап айтқан еді. Олай болса, өмірі мен өнерін, қызметі мен қуатын халқына арнаған алаш аруларына мың тағзым. Көркіне тамсанатын ажарының менің де таусылмасын ғажап үнім. Байсалды болған мен айбары бар, қайсарлы қыздары көп қазағымның. Жандары гүлдей нәзік қуантады, жанары күндей жарық шуақ таңы, көңілі, жүрегі, жаны ары таза, мөлдірі қазақ қызы бұлақтағы
тарихтың сақтаулы тұр қойнауында. Көненің көз жүгіртсек айғағына, елжіреп тұрғанымен жанарлары, ер жүрек намысы бар бойларында. Мән бермей табанында сыз барына, шыдайтын әр заманның ызғарына, алыптың бойларына рухы сіңген, халықтың қайсар мінез қыздарына, халықтың қайсар мінез қыздарына. Когда ее встретил, я понял, что она та самая, с которой я хочу прожить всю жизнь. Мы вместе с ней мечтаем и достигаем своей цели. Мы вместе проходим через все трудности и невзгоды. Моя супруга – лучший мотиватор. Что бы ни происходило на работе, какие бы казусы ни случались, ей достаточно улыбнуться, посмотреть на меня теплым взглядом и сказать: «Я в тебя верю, у тебя все получится, и я пойду завоевывать мир». Я считаю себя счастливчиком, потому что моя супруга такой же человек искусства, как и я. И все, что мы не делаем на сцене, мы делаем это вместе. Советуем друг другу, помогаем, критикуем, ругаем, тем самым делаем творчество друг друга лучше. На самом деле она мой самый строгий и самый справедливый зритель. Она моя муза. Она меня всегда вдохновляет и делает меня лучше. Barada oğlum göşep kızıl jargay, taң atar şolpan tuar, sızılğanday közüңнің mөлдірінday. O senге қоңырлатып сала берем, көңілім өзіңді ойлап бұзылғанда, көзіңнің мөлдірінday. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен біздей ынтызарай, ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірінday. Не қалды қарайғандай, қамыс қалдай, ауылы қалқатайдың алыс қалды, көзіңнің мөлдірінай. Ауылына алыс қалған қарай-қарай, қайрылып қаршығадай, мойның талдай, көзіңнің мөлдірінай. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен біздей ынтызарай, ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірінай. Құландай жүрек майда жалай, бар мекен біздей ынтызарай, ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірінай. Ішінде топ қарағай уәделескен, көзіңнің мөлдірінай. Барады ауылым көшіп қызыл жарғай, таң атар шолпан туар, сызылғанда Көзіңнің мөлдірінай.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. До тебя, где бы ты ни была, доткнуться сердцем мне трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы звездная память друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Нет за туманами, дальними странами, в инее провода, в сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти. Только свети, свети, только свети, свети. Қайырлы кеш, құрметті ақжаулықты аналар, арулар, қарагөз қарындастар. Баршаңызды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. С праздником весны. Деп айтыр. Барымды айтып жіберейін. Жалпы аналар мерекесі, жалпы халықаралық әйелдер күні керемет қой, күшті. Праздник.
Мен кей кезде ойлаймын да, ну, раньше, наверное, бір ертеректе 8 март, только 8 март поздравили женщины. Ну, қазір, каждый день же постоянно. Мне кажется, сейчас біздің еркектерге внимание жетіспейтін секілді. Вообще негізі еркектердің празднигі жоқ вообще. Байқайсыздар ма? Аға айтыңызшы, 23 февраль десек, это Советский Союз кезінде ғой дейді. А 7 май десең, сен соғыс армияға барған жоқсың ғой дейді. 9 май десең, соғысқа қатысқан жоқсың ғой дейді. Қай праздник сонда біздікі вообще? Әйел адамдарда қандай күшті деймін, 8 март. Кеше 1 наурыз алғыс айту күні, тағы сіздерге гүл береміз. 22 наурыз тағы сіздерге гүл береміз. Үйленген күн деп тағы гүл береміз. Танысқан күн деп те береміз. Вообще, қазір әйел адамдар, Аллаға шүкір ғой қазір. Жағдай жақсы ғой әйел адамдардың. Біз қазір еркектер әйел адамдарға сөйлей алмаймыз уже. Біз өзімізден де бар қазір. Бәрін әйелдердің атына жазып тастағанбыз. Қазір баяғыдағыдай кет деп айта алмайсың. Қазір кетем дейсің. Өйткені үй әйелдің атында, машина әйелдің атында. Еще өзі аздай, еще туыстардың атына жазып тастағандар бар ғой. Расымен қазір әйел адамдар керемет, Аллаға шүкір. Біз мысалы үшін қазір біз еркектер, мен кей кезде ойлаймын, сіздердің айтқандарыңызбен жүрген байқамайды екенбіз бар ғой. Ұйқыдан тұрғаннан бастап сіздерді тыңдаймыз ғой. Тұрсайшы, жұмыстан қалдың ғой деп бастайды. Тұрасың. Не істеп тұрғанын білмейсің. Жуыншайшы барып дейді. Жуынайыншы, айтпақшы, жуынайында деп. Барып беті қолын жуып, айнаның алдында тұрсаң, бір тамақ ішеш дейді. Тамақ ішеген дейді, тамақ ішейін. Тамақ ішіп, асықпай өтсең, қаласың ғой жұмыстан барсайшы дейді. Ойбай, жұмысқа кеттім, иә дейсің. Жұмыста отырасың, әбеттің кезінде айтады. Әбет іштің ба дейді. Өтірік айтасың, иә дейсің. Сосын айналаңа телефон қойып тастап, әбет ішесіңдер ма деп жаңа. Кешкі сағат 6-тан 5 минут кеткенде келе жатсың ба деп звондайды. Все дейсің. Өйткені әйелің звондамаса, біз еркектер үйге бармаймыз, байқайсыздар ма? Көшеде машина айналып жүре бересің, неғып жүрген өзің білмейсің. Үйге кіресің, үйге кіріп қалсаң, сразу киімің шеш дейді. Киім шешейін дейсің. Киім шешіп, столға қарай кетсең, қолың жу дейді. Біз даже байқамайды екенбіз, ака, сіздердің айтқанын тыңдап жүрген бар ғой. Өздеріңіз де байқамайсыздар, управлять етіп тұрған бар ғой. Барып қолың жуып, столға қарай кетсең, тамақ дайын емес дейді. Барып балдардың қасына отыра тұр дейді. Құлағыңды кухняға түріп қойып, телевизор қарап отырасың балдармен. Бір кезде обед дейді, или ужин дейді. Деп тамаққа барасың. Сонда тамақ ішіп отырған кезде даже бар ғой, болғанымызды білмейміз ғой. Даже әйелің сұрайды ғой, болдың ба дейді. Сол кезде барып есіңе түседі, мен болдым ба, болған жоқпын ба деп. Болдым, иә дейсің. Онда бар телевизорыңды қара дейді. Байқамайсың, кетіп батасың бар ғой. Еще арасында сұрағың келіп тұрады, ойнап келуге бола ма деп бар ғой. Байқамай қаласың, автоматың бар ғой. Өйткені әйел адамдар кәдімгі бар ғой, басқарады ғой. Әйел адам деген мықты ғой. Негізі әйел адамдар злопамятный, байқайсыздар. Не істейсің әйеліңе, ол саған бәрібір істейді. Мына 40 жасқа дейін еркек әйел адамға не істейді, әйел адам 40-тан кейін соны істейді. 40 жасқа дейін әйел звондайды. Қайда жүрсің, қайдасың деп. 40 жасқа дейін әйел адам үйде отырып, есік шыңқ деп ашылса, балдармен бірге бүйтіп отырады. 40-тан кейін, оказывается, әйел адам уже шыға бастайды. Бала өсті, подружкалары көп. Еще әйел адамдардың праздниктары бітпейді ғой, бар ғой. Құдай сақтасын, бір 5 әйел жиналса праздник, пир. Білмеймін, шілдехана, бірдеңе келіп жатыр, бір подружкам келіп жатыр, кафеде отырайын. Еркектерде ондай жоқ вообще. 40-тан кейін еркектің баратын жер болмай қалды екен, оказывается, бар ғой. Расымен дискотека барасың, уже старый. Тек вип залда отырады екенсің, болды, еркектер басың жиналасың да, басқа мереке жоқ бізде. Неғып отырсыңдар десе, өзімізде білмейміз, просто сидим дейміз. Өйткені празднигіміз да жоқ, и даже повод та жоқ бізде. Әйел адамдар бар ғой, 40-тан кейін үш шыға бастайды, 50-ден кейін вообще кәдімгі бар. 60-тан кейін вообще ол кісілер ашылады кәдімгі бар ғой. Күнде қайда кетіп баратсың десе, балам шілдехана, соған кетіп баратырмыз деп. Аталарымыз үйде қалады ғой. Кәдімгі бұрынғы әйелге не істедің, соны істеп. Еще сұрайды аталарымыз, қашан келесің деп. Қашан келесің? Құрсын келем ғой, не біреумен алып кетем ме деп. Қимайды да жа үйде қалып жатырғанына. Прямо не істедің, соны істейді бар ғой. Сосын үйде отырады. Есік қиық десе балдарынан, маман келді ма? Жоқ, мама емес десе, кәдімгі переживать етіп қойды. Деп қойды. Бір кезде қиық, бақалек, бала келді, мама келді ма деп немересінен сұрайды. Немерелерді тыңдамайды, не знаю дейді. Бір кезде мама келді десе, өзі де шошып түсінбей қалады, өзімен баламен бала болып кетеді. Мама келді ма деп алдынан шығады.
ДТВ бар ғой, әйел адамдар, ой, мықтысыздар бар ғой сіздер. Көрдіңіздер ма, біздің аналарымыз, сондай ақжаулықты әжелеріміз отыр осы залда. Қазір біз бұрындары, қазір әйел адамдар уже бізде правный деп жатамыз ғой. Былай Европадан неден ал, біздің қазақ әйелдер ешқашан күйеуінің басынан шықпайды ол деп айтады. Жалпы қазір әйел адамдар барлығын жасайды ғой, мысалы. Бұрын естеріңізде ме? Мен 2000-ші жылдар дейікші, 90-ші жылдар әйел адам машинамен жүрсе таңғалатынбыз ғой. Мен қара бір әйел машинамен кетіп жатыр деп қан. Қайда деп бәріміз таңғалатынбыз. Қас таңғалмайсың. Қас таңғалмайсың. Наоборот, мне кажется, 20 жылдан кейін әйелдер отыратын сияқты. О, бір еркек машинамен кетіп жатыр. Вообще негізі әйел адамдар сіздер мықтысыздар. Мен осы залда қанша әзілдейік, қанша әйел адам былай дейік, бірақ біздің ақжаулықты аналарымыз, анамыздың біздің қыз балдарымызды қазақ халқы әрқашан құрметтеген, тіпті шашының ұшынан табанына дейін қасиетті қылып қойған ғой. Ақ шашты көрдім апа самайыңнан, көзіңнің мөлдірін-ай, анамның ақ сүті, қыпша бел, жұмақтың кілті анаңның табан астында деп бүкіл жердің бәрін қасиетті қылып қойған. Бізде еркек кеп, атаң басы, әкең артқы аяғы деген сияқты. Мерекелеріңіз құтты болсын, рахмет. Арманым ақ сәулелі күнім бісіп, әлде бір алаулаған гүлім бісіп, әлде бір желпіп өткен самал еді. Арманым айтарым көп саған мені. Асыл арман, көгімде шалқып ұшқан құсым беді. Асыл арман, аспанымда жарқылдаған құсым беді. Мен сенің құдіретіңе түсінбеді. Арманым құздан құлар бұлақ басын, әлде бір күлімдеген шырақ басын, әлде бір албыраған ай мекенсің. Арманым айтшы маған қайда екенсің. Асыл арман, көгімде шалқып ұшқан құсым едің. Асыл арман, аспанымда жарқылдаған құсым едің. Мен сенің құдіретіңе түсінбедім.
Рухия Байдыкен. Ернар Садырбаев. Қошеметтеріңіз. Мейрамдарыңызбен. Көп рахмет. Отасқанымызға биыл 50 жылдан асты. Уақыт өте келе Құдай қосқан жарынан артық адам болмайды екен. Бұл кісі үйде болмаса, ас та батпайды, көңіл күйде болмайды. Бір шайнек шайды бөлісіп, әңгімелесіп, бірге отырғанға не жетсін. Шаңырақтың берекесі айлыданнан дейді ғой. Өнерлі, өнегелі, немере шөбере тәрбиелеп отағанымыз осы кісінің арқасы. Сондықтан 50 жыл бұрын жар таңдағанында қателеспеппін. street, pretty woman, the kind of light to me, pretty woman. I don't believe you, you know the truth. No one can look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be, as you're lonely just like me. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give you a smile to me. Yeah. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you stay with me. 'Cause I need you. I'll treat you right. Come with me, baby. Be mine tonight. Oh, pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey. Okay. If that's the way, it must be okay. I gotta go on home, it's too late. Daddy, tomorrow night, better wait. What do I see? Hey, hey, hey. Do, 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 do. Do, 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 do. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. She won't come back to me. Oh, pretty woman.
ізгілігін тәтті керім көріп жаным келшіреді орындайтын әр тілегін нәзік сұлу сен жүрегім жарқыраған жан әлемі арулардың арқасында әдемі құлпырғандай жан әлемі көңілімнің шырқалады бұл әуені қазақ аруы көркімен баурайдың жүзімен арбайдың ертегімізің қазақ аруы сезімді жалғайтын жанарды жаулайтын ерекшемісің көктем гүлісің еркелеген қандай елорданың аруларынай күлімдеген қандай елорданың аруларынай сездірердей таң самалын қылығына тамсанамын аяулы қыз аруларым сендерге арнап ән саламын жарқыраған жан әлемі арулардың арасында әдемі құлпырғандай жан әлемі көңілімнің шырқалады бұл әуені қазақ аруы көркімен баурайдың жүзімен арбайдың ертегімізің қазақ аруы сезімді жалғайтын жанарды жаулайтын ерекшемісің көктем гүлісің еркелеген қандай елорданың аруларынай күлімдеген қандай елорданың аруларынай қазақ аруы көркімен баурайдың жүзімен арбайдың ертегімізің қазақ аруы сезімді жалғайтын жанарды жаулайтын ерекшемісің көктем гүлісің еркелеген қандай елорданың